Қайырлы күн оқушылар, бүгін квадрат түбір деген жаңа ұғыммен танысатын боламыз. Ол бізде оқулықтың 27-ші бетінде тұр. Мысалға кез келген санды квадраттаған кезде шықсын 64. Онда осы x дегеніміз қандай сан, яғни қандай сандардың квадраты бізде 64-ті береді деген теңдеу берілсе, онда біз 64-ті теңдеудің сол жағына өткізу арқылы x азайту 64 деген 8-дің квадраты, сондықтан қысқаша көбейту формуласы бойынша екі жақшаға жіктеледі. Көбейткішке жіктелгеннен кейін жеке-жеке x тең 8 және x тең -8 деп осы жақшалардан түбір тауып алуға болады. Бұл жердегі 8 пен -8 64 санының квадрат түбірі, өйткені квадраттағаннан шықты. Онда 8 де -8 де 64 санының квадрат түбірі. Ал енді бізде а санының арифметикалық квадрат түбірі дегеніміз, ол теріс емес квадрат түбірді алуға болады. Яғни түбір астында а деген бізге ұғым кіреді. Бұл арифметикалық квадрат түбір. Яғни бұл жердегі түбір мынау белгі, ол бізде квадрат түбірдің белгісі. Түбірдің белгісі. Бұл жерде міндетті түрде арифметикалық квадрат түбірде а саны теріс емес болу керек. Теріс емес деген сөз 0-ден үлкеніне тең болу керек. Және ондай болса, оның анықталуы осы 0-ден плюс x-ке дейін ғана болғанда, плюс x-ке дейін болады анықтауы. Осындай жағдайда ғана осы квадрат түбірдің мағынасы болады. Бұл бірінші қасиет. Арифметикалық квадрат түбір. Бұдан былайғы уақытта арифметика сөзін қолданбай тек қана квадрат түбір деп ала береміз. Себебі мектеп курсы квадрат түбірді ғана зерттеу керек. Ары қарай екінші қасиет, бізде осы квадрат түбір ол міндетті түрде теріс емес болады. Яғни осыдан шығатын сан оң сан болады деген сөз. Мынаның өзі 0-ден үлкен. Шығатын квадрат түбірден шығатын сан оң сан. Үшіншісі, егер а саны теріс емес болса, онда түбір астында а-ның квадратынан а шығады. Яғни түбірді квадраттағанда түбір астындағы санның өзі шығады деген, осылай квадрат түбірдің 3 қасиеті бар екен. 36 ол квадрат түбір, одан міндетті түрде оң сан шығады деп. Яғни бұл жерден 6 шығады. Түбір астын 36, 6-ға 6-ны көбейткеннен шығып тұр, сондықтан 6 шығады деген сөз. Шығатын шешім міндетті түрде оң сан болу керек дегеніміз, және түбір астындағы өрнекте оң сан болу керек. Осы қасиеттерді қанағаттандырып тұрғандықтан. Келесі -7-ның квадраты түбірде болса, одан не шығу мүмкін? Ол жерде -7-ні квадраттаймыз, ол 49 болады. Яғни түбір астында оң сан бар, онда оның шешімі 7 деген сөз. Ал енді түбір астында -4 тұр деген сөз, ол осы өрнектің мағынасы болмайды. Себебі бұл өрнектің мағынасы жоқ, себебі -4-іміз кіші 0-ден. Яғни бізде шартта міндетті түрде түбір астындағы өрнек теріс емес болу керек. Мұнда теріс сан бар. Мұнда да теріс сан тұр, бірақ квадрат болғандықтан алдымен дәрежені бірінші орындадық, яғни 49. Бұл жерде теріс сан емес, арғай шешім табылатын болды. Сол сияқты енді мынандай тепе-теңдіктер берілсе дұрыс па? Мысалға, түбір астында 11-дің 0 дәрежесі тең 1 дейді. Дұрыс па? Алдымен дәрежені орындаймыз. Кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ді береді. Сонда мына жерден 1 шығып тұр. Түбір астында 1, ол мында 0 деп берілген екен. 1 дейді. Түбір астында 1 түбірден 1 болып шығады. Яғни 1 тең 1. Теңдік дұрыс деген сөз. Енді мысалға түбір астында 1,9-дан 7 тең болу керек, 1,3-тен 1-ге дейді. Осы дұрыс па? Осы теңдік. Тексеріп көрейік. Ол үшін біз түбірдің астындағы өрнекті бұрыс бөлшекке айландыру керекпіз. 9-дан 16. Ол түбірден 9, түбірден 4 болып шығады, 16. 9 түбірден 3 болып шығады, себебі 9 3-тің квадраты. 16 4 болып шығады. Арғай бұрыс бөлшек айландырсақ 1,3-тен 1. Яғни шешім дұрыс екен деген сөз. Осылай тексеруге болады. Дұрыс екен деген сөз. Осылай тексеруге болады. Енді сонда балалар, сонда бізде түбір деген, квадрат түбір деген не нәрсе десе,
Яғни оның жаңағы қасиеттерін айтып кеттім. Түбір астындағы, мына түбір таңбасының астындағы сан міндетті түрде оң сан болу керек. Не 0-ден үлкен, не оң сан. Теріс болмауы керек. 0 болуы да мүмкін. Екінші қасиет, түбірден міндетті түрде оң сан шығады. Теріс сан шықпайды. Сосын үшіншісі, егер түбір квадратталса, онда түбір астындағы өрнек шығады деген. Осы квадрат түбірдің 3 қасиетін ескере отырып есеп шығарсақ, қателеспейміз деп ойлаймын. Екінші есепті айтады. Осы берілген квадрат түбірлердің түбір астындағы белгісіздер тұр ғой, айнымал b, мында x, мында да x тұр. Осы айнымалардың қандай мәнде квадрат түбірдің мағынасы болады дейді. Онда ол анықталу облысын тексер деген сөз. Анықталу облысын мен бағана айттым. Ол түбір астындағы өрнек міндетті түрде 0-ден үлкен немесе тең болу керек. Осыны шешсек, есептің сұрап тұрғанына жетеміз. Онда түбірсіз түбір астындағы өрнек 0-ден үлкеніне тең деп аламыз. Яғни анықталу облысын тауып жатырмыз. Онда b үлкен не тең -3. Яғни b -3-тен үлкен немесе тең болған жағдайда осы өрнектің мағынасы болады. Тексеріп көрейік. -3-тің өзін қояйық. -3 плюс 3 0 болады. 0 түбірден 0 болып шығады. Яғни 0 деген мән бар, мағынасы бар. -3-тен кіші тағы бір санды қояйық. -2-ні қояйық. -2 қосу 3 ол 1-ді береді. 1 түбірден 1 болып шығады, мағынасы бар. Сонда біз шешімді жаза аламыз. -3-тен бастап, -3-тің өзі қосылады және одан үлкен сандар. Яғни осы есептің жауабы, осы түбір өрнек -3-тен плюс x-ке дейінгі сандардың барлығында осы өрнектің мағынасы болады. Келесі өрнек тексерейік, тура солай. Түбір астындағы өрнекті толығымен аламыз. Үлкен не тең 0-ден дейміз, өйткені ол теріс емес болу керек анықталу облысында. -5x, үлкен не тең -1. Сосын екі жағында -5-ке бөліп жүргенде тең таңбасы ауысады, теріс санға бөліп тұрғандықтан. 5-тен 1. Онда шешім 5-тен 1-ден кіші дейді. Яғни өрнегіміз x деген айнымалымыз 5-тен 1-ден кіші болған кезде осы өрнектің мағынасы болады. Жауап минус шексіздіктен бастап 5-тен 1-ге дейінгі барлық сандарды қамтиды. Осы x-ның мәні. Сол кезде барып мына өрнектің мағынасы болады. Үшіншісін көрейік. Тағы да түбір астында не бар, соны толығымен алам, үлкен не тең 0 деймін. Модуль x қалады бер жақта, үлкен не тең -8-ден. Екі жағында модульға бөлу жерсек, минусқа бөлу жерсек, таңба ауысады 8-ден. Ал ол деген сөз -8-ден үлкен не тең x, кіші не тең 8-ден. Яғни шешім -8 бен 8-дің арасында. Олар және тік жақша. Осы екі санның арасында жатса, x-іміз және осы екі санның өзіне тең болса, сонда ғана осы өрнектің мағынасы болады. Көрейік, арасынан бір сан алайық. Бір далдық мысалы. Бір далдық, бір модульдан бір болып шығады, 8-ден 1 десең 7, яғни түбір астында 7, ол өрнектің мағынасы бар деген сөз. Егерде рационал санның квадраты болмаса, анау берілген сан, ары қарай кез келген бір рационал санның квадраты болмайды екен, түбір астындағы сан. Онда ол иррационал сан деген сөз. Мысалы, түбір астында 2 деп берсе, 2 ешқандай бір рационал санның квадраты емес. Онда бұл иррационал сан деген сөз. Иррационал сан. Ал түбір астында 4 деп берілсе, ол 2, яғни 4 2-ның квадраты. Ол онда рационал сан. Ал түбір астында 12 деп берілсе, ешқандай санның квадраты 12-ні бермейді, сондықтан бұл иррационал сан. Осылай, егерде санның квадраты болып келсе, ол сан рационал сан болады, ал болмайтын жағдайда, яғни түбірден шықпайтын сандардың бәрі иррационал сан болады екен. Дәреже бойынша болса да солай алуға болады. Мысалға, түбір астында не жерде 10-ның -3 дәрежесі дейді. Тақ дәрежелер негізі түбірден шықпайды, өйткені квадрат түбір ғой. Мынаны жазған кезде ол 1 бөлінген 1000 деген сөз. Міне. Ал 1000 ешқандай санның квадратын бермейді. Сондықтан бұл жерде де иррационал сан. Немесе біз дәрежеден қарабақ білуге болады. Ол жұп дәреже болмаса 2-ге бөлінбейді.
жұп дәреже болмайды екен, онда ол иррационал сан, ал жұп дәреже болса, ол рационал сан деген сөз. Онда не істейміз? Бұл есепті ары қарай ашып жазайық. Түбір астында 7 тұрсын. Ал 7 деген түбір астында 7-ге түбір астында 7-ні көбейткеннен шығады. Астында түбір астында 7-сі тұрады. Немесе бағанағы айтып кеткен қасиет бойынша мына жерін басқалай жазып түсіндірейін. Түбір астында 7-нің квадратынан 7 шығады. Бағана 3-ші қасиет болатын. Егер түбірдің астындағы сан 0-ден теріс емес болған жағдайда, оның квадраты сол түбір астындағы санға тең болады деген. Яғни 7 мына жерде квадраттасақ, осыдан 7 шығады. Яғни 7-ні мен түрлендіріп алдым. Ал ол деген сөз түбір астында 7 қосу түбір астында 7-нің квадраты деген сөз, содан 2 тұр деген сөз. Астында түбір астында 7 бар. Енді алымында қосу болғандықтан ұқсас көбейткіш жақшаны сыртына шығаруға болады. Екеуінде де түбір астында 7 бар, шығарсақ 1 қосу түбір астында 7 қалады. Астында түбір астында 7. Сол кезде алым мен бөлімі көбейтуге келгеннен кейін қысқартуға болады ұқсас көбейткіштерді. Сонда осы есептің шешімі 1 плюс түбір астында 7, яғни ықшамдадық деген сөз. Ал балалар, мынау екі есепті қарастырайық. Біріншісі теңдеу, екіншісі жай қарапайым есептеу. Бірінші теңдеуді шешу үшін біз айнымалыны қалдырамыз. Сол жақта бөлшектің бөліміне барып 2 түседі. 2-ге бөлген кезде. Керісінше 2-ден 1-ге көбейтіледі ғой. Ары қарай x-тің квадратын қалдыра тұрып, мына жерде қысқартулар бар ма? Бар болса, соны қысқартып алайық. Мында 1 қалады, 9, 9 бен 81 қысқарып, мында 9 қалады екен. Онда мына жерде 9-дан 1 қалды деген сөз. Енді x тең, x-тің квадраты ары жаққа барады. Бағана айттық, мен басында теңдеудің басында айтқам. Ол осындай бір санның квадраты 9-дан 1 болып тұратын сандарды табу. Яғни мынадан 2 түбір шығады. Ол деген сөз квадрат түбір қарсы бетке барғанда плюс-минус болып барады. 1 бөлінген 9. Яғни квадрат дәрежеге қарама қарсы амал, ол квадрат түбір. Оның алдында плюс-минус жүреді. Себебі бағана теңдеуде шыққан шешім 2 мән. Яғни теріс санның квадратын квадраттап жүрсек те оң сан шығады, немесе оң санды квадраттасақ та оң сан шығады. Сонда 2 түбір тауып алу керек болып тұрмыз. X тең плюс-минус міндетті түрде алып жүреміз. 3-тен 1. Яғни осы есептің шешімі x тең 3-тен 1 деген сан, және x тең минус 3-тен 1. Мынау бөліп жазып қойдым. Бірақ бөлмей осылай қалдыруларыңа болады. Яғни 3-тен 1-ді апарып орнына қойсақ, 3-тен 1-дің квадраты 9-дан 1-ді береді, минус 3-тен 1-дің квадраты да 9-дан 1-ді береді. Бастысы квадрат түбірдің ішінде оң сан тұр. Сырттағы плюс-минустан ба оған әсері жоқ. Бірақ біз білеміз, квадрат түбір 2 түрлі санның 2 түбірдің квадратынан, терісінен оңынан шығатынын. Квадрат түбірлер екеу болатын білеміз. Ары қарай, сонда шешім осы болып қалады не? Яғни x1 3-тен 1, x2 минус 3-тен 1. Мына есепті шешу үшін теңдейік. Мұнда сыртта квадрат түбір бар. Сосын бөлімде тағы квадрат түбір бар екен. Сырттағы квадрат түбірді ашам. Алымы қысқаша көбейту формуласы бойынша азайту 79, 83 қосу 79 болып екі жақшаға келеді екен. Сыртын жазып қоям. Бөлімінде квадрат түбірға да тиіспейм. 170 азайту 154. Келесі 170 қосу 154. Деп екі жақшаға келеді. Ары қарай, осы жақшалардың ішіндегі амал қосу мен азайту. Соны орындау керек. 83-тен 79-ды азайтамыз. 4 қалады. Көбейту. 83-ке 79-ды қосамыз. 162. Астында 170-тен 54-ті азайтамыз. 16. Оған көбейтеміз 170-ке 154-ті қосамыз. Сонда 4, 12, 324. Содан кейін ол әлде болса бөліміндегі квадрат түбірден бірінші құтылып алайық. Яғни 16 ол 4 болып шығады түбірден, 324 18 болып шығады түбірден. Үстінде 4-і бар, 162-сі бар.
сырттағы түбірді қойдым. Енді қысқарту 4 пен 4 кетеді. 18 пен 162 қысқарса 9 қалу керек. Сонда түбір астында 9 ғана қалады. Ал 9 түбірден 3 болып шығады. Яғни мына берілген есептің шешімі 3 деген сөз.